Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен бір айнымалысы бар сызықтық теңістіктер жүйесі деген тақырыпты өтеміз. Бұл тақырыптың алдында біз бір айнымалысы бар сызықтық теңістіктерді қарастырған болатынбыз. Енді сол тақырыптың жалғасы бір айнымалысы бар сызықтық теңістіктер жүйесі. Бұл теңістіктер жүйесінде әр теңістікті жеке-жеке шешіп, екі теңістіктің жауаптарын біріктіру керек. Енді бірінші мысал. Бірінші мысалда жүйені жалғастырайық. Әр теңістікті жеке-жеке шешеміз. Енді 2х кіші немесе тең. Мына жақта 22-ден азайтамыз 4-ті. Ал астыңғы теңістікте х үлкен минус 5 плюс 3. Енді мына жерде біз 22-ден 4-ті азайтуымыз керек, сосын 2-ге бөліп тастаймыз. Сол кезде шығады бізде х кіші немесе тең 22-ден 4-ті азайтсақ, ол бізде 18. 18-ді 2-ге бөлсек 9 шығады екен. Ал мына жерде минус 5 плюс 3 дегеніміз азайтылады, үлкен таңбасы сақталады деген қағида орындалады. Х үлкен минус 2. Демек, бұны қиылыстыру керек. Екі координаталық жүйе сызған дұрыс. Себебі екі теңістік болғандықтан. Енді 9 деген сан үлкен болғандықтан бұны оң жағына және нүктесін бояймыз. Қатаң белгі тұрады. Одан кейін минус 2. Бұны кішкене солға қарай. Енді х кіші немесе тең 9-дан десе, кіші сандар оның сол жағында, демек солға қарай штрихтаймыз. Х үлкен минус 2-ден дейді. Одан минус 2-ден үлкен сандар оның оң жағында болғандықтан оң жаққа қарай штрихтаймыз. Енді екеуінің қиылысқан жерін көріп тұрсаңыздар, міне минус 2 мен 9-дың аралығы. 9-ның нүктесі боялғандықтан тік жақша болады, ал минус 2-де жай жақша болады. Демек, бізде жауабы минус 2-де 9 деген ответ С жауабында тұр. Есеп дәл осылай үлгіде шығарыла береді. Келесі есепті де видеоны паузаға қойып, өздеріңіз шығарып, қарастырып көріңіздер. Шығарылуы дәл солай. 3х үлкен 14 азайтылған 5. Бірден азайтсаңыздар да болады, 9 деп. Х кіші минус 5. Мына жаққа плюс 1-іміз болып өтеді, минус 1-іміз. Азайтатын болсақ, х үлкен 9-ды 3-ке бөліп тастаймыз. 3 деген жауап шығады. Мына жерде х кіші минус 4. Бұған да координаталық түзу сызамыз. 2 координаты. 3 деген сан оң сан, үлкен болғандықтан оның оң жағына нүктесі боялмайды. Минус 4. Минус 4 3-тен кіші. Бұл жерде сандардың орналасу ретін ескеріп салу керек. Енді 3 дегеніміз бізде үлкен деп тұр. Х-ымыз 3-тен үлкен, демек оң жаққа қарай штрихтаймыз. Ал х-ымыз 4-тен кіші деп тұр, минус 4-тен кіші. Демек, мысалы қарасаңыздар, екі теңсіздіктің бізде бірігіп тұратын жері жоқ. Демек, бізде бұл есептің жауабы шешімі жоқ деп белгілеп кетесіздер. Яғни Д жауабы. Теңсіздік қиылыспаған жағдайда шешімі жоқ деген жауап болады. Келесісіне өтейік. Келесісі бізде дайын тұр. Негізі жауабын сразу белгілесеңіздер де болады. Бұған 2 координата сызылайық. Бұл есептеп жатпаймыз. Бар түсінікті болатын жағдай осы координатаны дұрыс сызу ғой. Ал кәдімгі теңдеу шешкен сияқты алдыңғы тақырыптағыдай. Так, 0 үлкен болғандықтан барынша оң жаққа қарай жазамыз. 0 и минус 4. Минус 4 боялмайды, 0 боялады. Екеуі де оң жаққа қарай штрихталады екен, себебі екеуінде де үлкен деп тұр. Енді екеуінің қиылысқан жері мына жерден оңға қарай кетеді. Демек, жауабы 0-дан плюс шексіздікке шейін деген сөз. Шексіздік әрқашан жай жақша, ал 0-дікі боялғандықтан тік жақша болады. 0-ден плюс шексіздікке шейін бізде Д жауабы.
А жауабында екеуі ұқсас, бірақ жақшаларында айырмашылық бар. Келесі мысал. Бұған да координаталық түзу жасаймыз. 2 үлкен минус 3-тен 2 және минус 3. Екеуіне де кіші деп тұр, демек екеуі де солға қарай боялады. Қиылысқан жері мына жерге шейін. Демек, жауабын жазатын болсақ, сол жақтағы минус шексіздікті жазамыз бірінші. Себебі сол жаққа қарай штрихталып отыр ғой. Одан кейін минус 3. Минус шексіздіктен минус 3-ке шейін. Жауабы бізде Е жауабы болады. Қысқаша осы, құрметті оқушылар, назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.